Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы ең алдымен оның еңбек ресурстарының әлеуетіне тәуелді. Ел экономикасының тұрақты өсуі, өндіріс пен қызмет көрсету салаларының дамуы еңбекке қабілетті халықтың саны мен сапасына тікелей байланысты. Еңбек ресурстары дегеніміз белгілі бір жас аралығындағы денсаулығы мен білімі еңбек етуге мүмкіндік беретін адамдар жиынтығы. Қазақстанда еңбекке қабілетті жас ерлер үшін 16 жастан 63 жасқа дейін, ал әйелдер үшін 16 жастан 61 жасқа дейін белгіленген. Бұл көрсеткіштер демографиялық саясатқа сәйкес алдағы жылдары кезең-кезеңмен өзгеріп отырады. 2024 жылғы ресми мәлімет бойынша Қазақстан халқының саны 2007571 адамды құрады. Соның ішінде еңбек күші шамамен 9,5 миллион адамға жетті. Бұл ел халқының жартысына жуығы экономикалық үдерістерге тікелей қатысып отыр деген сөз. Экономикалық белсенді халық бұл жұмыс істейтіндер мен жұмыссыздар жиынтығы. 2023 жылдың соңында Қазақстанда жұмыспен қамтылғандар саны 9,1 миллион адам болды. Оның ішінде ерлер шамамен 4,7 мың, әйелдер 4,4 мың адамды құрайды. Жұмыспен қамтылған халықтың 57,5% қала тұрғындары, ал 42,5% ауыл тұрғындары. Бұл көрсеткіш урбандалу үдерісінің күшейіп келе жатқанын көрсетеді. Еңбек күші жас құрылымы бойынша қарастырсақ, жұмыспен қамтылғандардың ең үлкен үлесі 25-54 жас аралығында, яғни 78,2%. Ал 15-24 жас аралығы 11,5%, 55-64 жас 9,6%, 65 жастан асқандар небәрі 0,7%. Бұл деректер еңбек нарығында ең белсенді топ орта жастағы азаматтар екенін дәлелдейді. Экономиканың салалары бойынша жұмыспен қамтылған халықтың басым бөлігі қызмет көрсету секторында шоғырланған. Атап айтқанда, сауда саласында 1,35 мың адам, білім беру саласында 881 мың адам, ауыл шаруашылығында 1,4 миллион адам, өнеркәсіпте 1 миллионнан астам адам еңбек етеді. Бұл құрылым Қазақстан экономикасының индустриялық қызмет көрсету бағытында дамып келе жатқанын көрсетеді. Жыныстық құрылым бойынша ауыр өнеркәсіп, құрылыс және көлік салаларында ер адамдардың үлесі жоғары, ал білім беру, денсаулық сақтау, қызмет көрсету салаларында басым. Жұмыссыздық еңбек нарығындағы өзекті мәселелердің бірі. 2023 жылы Қазақстанда 452,600 адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Бұл экономикалық белсенді халықтың шамамен 4,8%-ын құрайды. Жұмыссыздардың ішінде жоғары білімділер 26,5%, жалпы орта білімділер 24,6%, техникалық және кәсіптік білімділер 39,4%. Сонымен қатар ресми статистикада көрінбейтін жасырын жұмыссыздық та бар. Бұған уақытша жұмыс істейтіндер, бейресми секторда еңбек ететіндер жатады. Мемлекет еңбек нарығын тұрақтандыру үшін демографиялық саясат, жұмыспен қамту бағдарламалары, кәсіпкерлікті қолдау, жастар практикасы және әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асырып келеді. Әсіресе жастарды жұмыспен қамту стратегиялық маңызы бар бағыттардың бірі. Қорытындылай келе, еңбек ресурстары Қазақстанның ең маңызды стратегиялық байлығы. Халықтың саны ғана емес, оның білім деңгейі, кәсіби біліктілігі және еңбекке бейімділігі елдің болашақ дамуын айқындайды. Сондықтан еңбек әлеуетін тиімді пайдалану тұрақты экономиканың басты кепілі.